Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін шоколадты пирогтың рецептін бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше бастайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, салып алатын боламыз. Үстінен қантымызды салып, бенчиктің көмегіменен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл жерде үй жағдайында үйде бар заттармен жасалынатын оңай, миксерді қажет етпейтін пирогтардың бірі. Үстінен сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырып жіберетін боламыз. Және де айранымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қамыр қопсытқышымызды 1 шай қасық қосып, және де үстінен какаомызды унилегіштен өткізіп, міндетті түрде унилегіштен өткізіңіздер, түйіршіктері болады. Унилегіштен өткізіп, какаомызды да араластырып алатын боламыз. Содан соң үстіне ұнымызды унилегіштен өткізіп, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай масса пайда болады. Табамызды алып, майлап, пешті алдын ала қыздырып қойып, табамызға массамызды салып, пісіріп алатын боламыз. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын, қанша граммнан кететінін. Астында описание бөлімінен көре аласыздар. Қалыпқа салып, осылай ұрғылап жеріп, арасынан ауасын шығарып, пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқша арқылы білетін боламыз. Құрғақ шықса, піскен болып есептеледі. Және де кез келген шоколадты ертіп алып, осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Балдарыңызға, отбасыңызға жасап бергенге өте оңай әрі дәмді пирогтардың бірі. Осылай дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде менімен бірге соңына дейін жасап, комментарийға қалай шыққанын қалдырып, келесі бөлімде не шығаратынын айта кетіңіздер.